Баршаңызға сәлем достар, біз бүгін Фараб кітапханасындамыз. Мен бүгін Фараб кітапханасының тіршілігімен сіздерге шоу жасайтын боламын. Ендеше кеттік. Кітап рухани азық, ал кітапхана болса оқырманның рухани талап тілегін қанағаттандырумен қатар әлемдік, ұлттық, әмбебап ақпарат көздерін толық жинақтап, оқырманға жеткізуші болып табылады. Оқырманға жан-жақты қызмет көрсететін кітапханалардың бірі де бірегейі тарихи шаһардағы жаңадан ашылған Фараб кітапханасы. Сәулелі ғимараттардың ортасында орналасқан бұл білім ошағы бүгінде Түркістан қаласының кітапқұмар оқырмандарының көзайымына айналып отыр. Аталмыш кітапхана облыс басшысы Өмірзақ Шөкеевтің тапсырмасы бойынша көп функционалды білім кешені болып, заманауи үлгіде жасақталды. Үш қабаттан тұратын білім ошағының сақтау қорында 480 мың кітап қорына арнайы орын белгіленген. Ал бүгінде кітапханада 280 мың кітап қоры бар. Біз осы кітапханаға келген бойда әдіскер қызметін атқаратын Жанар Қонайқызы толығымен таныстырып өтті. Қайырлы күн баршаларыңызға, сізге рахмет. Менің өзім есімім Жанар Қонайқызы, осы кітапханада әдіскерлік қызметін атқарамын. Енді кітапханамен сіздерді таныстырып өтетін болсам, біздің кітапхана өзі айтып тұрғандай ғылыми әмбебап кітапхана. Бұл жерде келген оқырмандар тек қана кітабын оқымайды, бұл жерде өзінің шығармашылық жұмыстарымен, жеке жұмыстармен айналысады. Және де осы кітапханадағы оқыған кітаптарымен шабыттанып, бізде мысалы түрлі үйірмелер бар. Құмыра үйірмесі, одан кейін робототехника бар. Осы жерде көріп отырғандарыңыздай бірінші қабатта фойе, бұл жерде еркін аймақ деп аталады. Бұл жерде кез келген оқырман өзінің жұмыстарымен айналыса алады. Енді кітапхананың ішкі бөлімдерімен, қабаттармен таныстырып өтетін болсам, бізде екінші қабатта дыбыс-лап студиясы бар, яғни дыбыс жазу студиясы, балалар бөлімі, оқу залы, мерзімді басылым, одан бөлек интернет кабинеті бар. Ол жерде де біздің оқырмандарымызға арналған. Ал үшінші қабатта ғылыми зерттеу бөлімі және де жалпы абонемент бөлімі, яғни кітаптарымызды өздеріңіздің жеке құжаттарыңызды тастау арқылы үйге алып кете аласыздар. Және де тағы біздің кітапхананың ерекшелігі, бұл жерде келген оқырмандарымыз өз-өзіне қызмет ете алады, арнайы терминалдар бар. Ол жерде біз каждый оқырманға жеке карточка жасап береміз. Сол карточка арқылы өздері кітаптардың мерзімдерін қайтара алады, создыра алады және де бере алады. Кітапхананың оқырманға қалдыратын әсері мен мүмкіншіліктерінің пайдасы зор екенін өз көзімізбен көріп қана қоймай, оқырмандардың жеке пікірін сұрадық. Жалпы бұл кітапханаға мен тек қана жұмыс істеуге келемін, кітап оқуға емес. Мен өзім жеке кәсібім бар, мебель саласында жұмыс жасаймын. Бұл жерге келіп, ноутбукпен жұмыс жасаймын. Именно дәл осы жер маған өте ыңғайлы. Осы жерде отырып алып, бүкіл анализдерді жазам, кеткен расходтарды жазам. Одан қалса, негізі бұл кітапханада жалпы кітап оқитын жерде бар. Ол жерде оқу залы тыныш, ешкім кедергі жасамайды. Ал енді бұл жерде адамдар ары-бері жүріп кішкене шум болуы мүмкін, бірақ осы атмосфера маған ұнайды жалпы. Сіздермен бірге болған мен Құдайберген Дінмұхаммед, арнайы оқырман үшін.